Сәлем достар, сіздермен бірге шолпан, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода біз асқабақтан өте тәмді болып шығатын манты дайындаймыз. Ол үшін асқабақты жақсылап ашып болғаннан соң, оны кубик тәрізді етіп, төрт бұрышты етіп турап аламыз. Енді құйрық майдан да төрт бұрышты етіп, оны турап аламыз. Өйткені асқабақ мантының өте тәмді болып шығу үшін осындай құйрық майды қостым. Құйрық майдың 150 граммы жетеді. Оны әуелі ұзыншалау етіп турап алғаннан соң, одан кейін барып оны төрт бұрышты, яғни кубик етіп турауға болады. Енді қамырын дайындауға 150 грамм су, оған бір ас қасығында тұз қостым, және де бір жұмыртқаны 50 граммдай сұйық майдан қосып, жұмсақ та емес, қатты да емес етіп, қамыр дайындап аламыз. Қамырды 10 минутқа тұндырып қойғанша, одан кейін оған пияз, яғни 4 дана пиязды турап қостық. Ал енді қосып болғаннан соң, оны жақсылап араластырамыз. Бір шай қасығында тұз қосамыз. Енді тұнып тұрған қамырды жайып, төрт бұрышты етіп кесіп, асқабақтан қосып, әдемі етіп, мантыны түйеміз. Оны майланған тапасына салып, мантыны түйу барысында құйрық майдан біреуден, екеуден қосып отырамыз. Міне біздің мантыларымыз дайын. Егер қамырдың ұшы жабыспай жатса, оған кішкене су тигізіп, мантыларды түйіп, енді майлап тапаға салып, оны 40 минут газдың пешінде пісіріп аламыз. Міне біздің мантылар дайын болды. Ас болсын баршаға. Осындай дәмді, пайдалы мантыдан пісіріп, үйдегілеріңізді қуантып қойсаңыздар болады. Менің видеомды соңына шейін көрген жандарға көп-көп рахмет. Менің қазақ тілді Ақ Дастархан деген каналымның дамуына үлес қоссаңыздар, достарыңызбен бөлісіп, және де қоңыраужаны басып қойсаңыздар болады. Ас болсын. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар.